Сақтап тұрыңыз. Ya. Рахмет. Ал енді құрметті ағайын, қазір келіннің енді бетін ашқаннан кейін құттықтайтын боламыз, құрметті ағайын. Рахмет. Әулетке келіп жатқан келін қалады әулетте. Жолын ашайық, құрметті ағайын. Ал енді қазақтың салт дәстүрі бойынша ең бірінші қара шаңыраққа бірі кіргізіп шығарайық. Содан кейін қалай қыламыз? Бірден бетін ашамыз болмай. Ал бәрекелді, рахмет. Қош келдің. Бәрекелді, Қуантқан ағам айтты, бітті. Бірден келіннің бетін ашамыз. Бәрекелді, рахмет. Жалпы мына құрметті ағайын, бүгінгі тойымыздың виновнигі, еліміздің ертеңгі чиновнигі, Жақайымның Шыбындайдың батырұлы Нұрдәулет, балаларыңызға бір қошемет болсын деп атқанға ағайын. Бәрекелді, рахмет. Ал Нұрдәулет болмағанда бізге мінекей мынадай аяулы, әп-әдемі, ақылды келін қайда, құрметті ағайын. Аққу дидарын ақ орамалмен жапқан, Нұрдәулеттей ғашығын тапқан арайлым келінді қол соғып қошеметтен бет ашарға шақырайық. Бәрекелді. Бәрекелді. Достары, ата енеңіздің ұжымы, қол соғып қошемет білдірейік, байтабын ұжымы, және де енеңіздің ұжымы ақ қалатты абзал жандар, дәрігерлері бар. Қол соғып қошемет білдірейік. Қыркүйекте қолқамақ қырауға атып, шамалы жатыр едім тұмауратып, дегенмен Шыбындайлар той қылғанда, греккеде ағайын шыдау бақыт, өзімді емдетуге ертіп келдім, халқым қошеметіңе, бір аунатып. Тойыңда қайдар балаң жүрген шығар, қалың елдің қадірін білген шығарың бір болсын деп бір сәлем. Бүгіннен кейін сәлем етпейсің ғой деп екі сәлем. Үміттерің үзілмесін деп үш сәлем. Төрт құбылаларың тең болсын деп төрт сәлем, бір қошемет ағайын. Екі, үш, қошемет ағайын. Бұрысымды өзімше айтқандайым дұрысымды, киелі Шыбындайлар әулетінен құдайым айырмасын ырысымды, келін бетін ашайық бісміллә деп, мен осымен бітірдім жұмысымды. Ал қошемет ағайын.
Yerdi durup tündür kanı Sensi güzel Hay barakallah. Rahmet, rahmet. Badan aqliga qabul bo'lsin, hurmatli og'ayni. Al endi shu kelindi. Kelindi shag'aloqqa yengizdik, hurmatli og'ayni. Bo'ldimi? Nega o'sleding, sezimimda yelib turib, umringga kerak qilib